Қайырлы күн оқушылар. 4 сынып қазақ тілі кітабымыздың 110 бетіндегі 44 тақырып айтыс өнері. Бүгінгі сабағымыздағы жаңа сөздеріміз айтыс, шаһар, шілдехана. Жаңа сөздерімізді оқып, сөздік дәптерімізге жазып аламыз. Балалар, жалпы айтыс бұл ақындар сайысы. Сонымен қатар қазақтың дәстүрлі суырып салма өнері. Екі ақынның бетпе-бет отырып өлеңмен жарысуы. Онда ақындар тапқырлық, сөз шеберлігі, ой тереңдігі мен өнерін ортаға салады. Айтыс халық ауыз әдебиетінің ерекше жанры. Ақындардың белгілі бір тақырыптарға табан астында суырып салып өлең құрап, бір-бірімен жауаптасып, пікір айтысып, сөз сайыстыруын айтыс деп атайды. Суырып салып сөз сайыстыру өнері тек қазақ халқында ғана емес, көптеген түркі тектес халықтарда, шығыс елдерінде бар. Айтысты зерттеуші ғалымдар оның көптеген түрлерін айқындаған. Солардың ішінде негізгілері мыналар: бәдік, жар-жар, қыз бен жігіт айтысы, мысал айтыс, жұмбақ айтыс, жазба айтыс, ақындар айтысы. Енді сынып жұмысы. Кітабымыздың 110 беттегі бірінші тапсырма. Сөйлемдерді оқып, бос орындарға тиісті сөздерді орналастыруымыз қажет. 111 беттегі 3-ші тапсырманы оқимыз. Мәтін желісі бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейік. Видеоны паузаға қойып, өз жауаптарымызбен тексереміз. Үй жұмысы 112 беттегі 4-ші тапсырма. Мәтін желісі бойынша сөйлемдердің дұрыс немесе бұрыс екендігін анықтаймыз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.